Баршаңызға сәлем. Есімім Назира. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ ішіне сыр қосылған таяқша пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр сізбен. Өте жылдам дайын болатын тағам. Таңғы асқа осыны дайындасаңыздар болады және өте дәмді. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Бұл тағамды дайындау үшін маған 200 грамм айран қажет болды. 200 грамм айранға 2 жұмыртқа, оның үстіне 10 грамм қамыр қосқышын саламын. Және 40 грамм укроп, 200 грамм шұжық қосамын. Сосын 200 грамм сыр қосамын. Сырдың любой кез келген түрі бола береді. Және дәміне қарай кішкене тұз қосып жіберемін да, осының бәрін жақсылап араластырамын. Оның үстіне шамамен 200-250 граммдай ұн салып, қамырымды илейтін боламын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Менің болашақта шығатын жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алыңыздар. Осылай қамырымды илеп дайындап аламын. Қамыр өте жұмсақ болады. Неге илеп дайындап алып, бетін жауып, 20 минутқа демалдырып қойып қоямын. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мінекей, мен қамырым дайын болды. Енді бұл қамырды жаятын боламын. Жайғанда да өте мұқият, жайлап ақырындап жаймасаңыздар, қамыры өте жұмсақ. Осылай жайып аламын. Бұны таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Өте жылдам дайын болады. Бір жарты сағаттың ішінде дайын болатын нәрсе. Және өте дәмді, тойымды. Қамырымды онша жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жаямын. Және осы жайып алған қамырды ортасынан теңдей етіп бөліп, ұзын-ұзын таяқша етіп кесемін. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар болады. Неге қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы дайындап алған таяқшаларымды қызып тұрған табадағы майға салып, қуырып аламын. Кәдімгі бауырсақ сияқты етіп қуырып аламын. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Мінекей, осылай екі жағында қызартып, әдемелеп қуырып аламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Мінекей, дайын болды. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Асыңыз дәмді болсын. Парақшамда келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз.